Ақша табу. Бұл бала кездің ең қызықты сәттері шығар. Шыны керек біз сол кездің өзінде табыстың көзін ойлайтынбыз. Бала кезімізден табысты бизнесменбіз. Мысалы алғашқы табыс көзін сүнде тергенде аламыз. Так, бүгін 10 000 теңге таптым. Сәлем YouTube, сіздермен Нуранет. Бүгін алғашқы ақша тапқан кездерім жайлы айтатын боламын. Мен көбінесе ақшаны мектептен қайтқанда табамын. Яғни жаяу қайтамын. Ол кезде автобус бағасы 25 теңге болды. Ал мен жолдың ортасындағы дүкеннен тачкидің наклейкалар жинағын алғым келді. Оның бағасы 100 теңге болды. Яғни 4 күн жаяу қайтып алуға болатын еді. Сосын наконец-то оны алдым. Алайда бір мәселе болды. Мұны анам көрсе ұрсатыны белгілі. Сол үшін үлкен миымды жасатып, ол наклейкаға топырақ жағып, үйге алып келдім. Оу, мама, қарашы мынаны мен жолдан тауып алдым. Өзі жалғыз, сондай аянышты болып жатыр екен. Алмасқа басқа амалым қалмады. Өзі сондай күшті. Содан адам қатты мән бермеді. Миссия орындалды. Ал ауылда ақша табу бұдан да оңай болды. Яғни темір тапсырып ақша табуға болатын еді. Даже бізден кіші балалар да темір тапсырып жүрді. Ал біз жай ғана тиын емес, көп ақша алғымыз келді. Сол үшін көрші үйлерден темір ұрлап соларды тапсырдық. Ақшаны алып дүкенге жүгіреміз. Ал кейде жолда жүріп келе жатырып тиын көріп қаласың. Бірақ қасында адам тұрады. Осындай кезде не істеу керек? Әрине тиынды аяғымен басып үйіңе дейін сүйреп алып келесің. Осымен видео өз соңына жетті. Видеоның түйіні қалай ақша тапсаң да ең бастысы ол адал жолмен келуі тиіс. Видео ұнаса лайк бас. Өтінемін коммент жазшы. Қалай ақша тапқаның жайлы жазып кетсең болады. Ал осымен видео аяқталды. Bye, go.